Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өрік қосылған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, секер, астық, сары май, ванилин, қопсытқыш және салмасына өрік қажет. Алдымен ыдысыңызға жұмыртқа, секер және ванилин салып, барлығын қосып көпіргенше миксерлейміз. Шамамен 5-7 минут. Сары майды ертіп аламыз су моншасында және де суытамыз. Осы еріген майды жұмыртқа қоспасына салып араластырамыз. Астыққа қопсытқыш салып, араластырып, оны електен өткіземіз. Астықты жақсылап араластырамыз. Пирог пісіретін формамызды майлап, қамырымызды құйып шығамыз барлығын. Өрікті жуып тазалап, кесіп ортасындағы шаттауығын алып тастаймыз. Өріктердің барлығын тазалап шықтым. Енді қамырдың үстіне кесілген жағын бетіне қаратып, барлығын төсеп шығамыз. «200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын. Кесіп көрейік. Толықтай суытып алдым. Қараңыздар қандай биік шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Дәмін көрейік. Өте дәмді шыққан. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.